Солтүстік Қазақстандық көші-қон полицейлері ел аумағында өткізілген заңсыз келуші 2015 жедел алдын алу шарасының екінші кезеңін қорытындылады. Операцияның 3 күн ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасына қатысты түрлі бұзушылықтар жасағаны үшін 500-ге жуық шетелдік азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Акция аясында көші-қон полицейлері заңсыз келушілердің уақытша тұру орындарын, базарларды, сапаржайларды, құрылыс нысандарын тексерді. Сонымен қатар транзиттік автокөліктерге баса назар аударылды. Тәжірибе көрсеткендей, құқық бұзушылықтар мен қылмыстар көп жағдайда орталық Азиядан транзиттік көлікпен қатынайтын шетелдіктердің қатысуымен болады. Из России еду домой. Там я работал на стройке штукатурщиком. Год был в России, да? Даже не год, 10 месяцев получилось. Сколько лет тебе? 29. Где проживаешь? Там Россия, Перми. Іс-шараға күн сайын облыстың ішкі істер органдары жеке құрамның 500-ден астам қызметкері тартылып, 59 жедел топ құрылды. Нәтижесінде операцияның 3 күн ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасына қатысты түрлі бұзушылықтар жасаған үшін 500-ге жуық шетелдік әкімшілік жауапкершілікке тартылды. За пределы Республики Казахстан выдворено 24 иностранца. Қазақстан Республикасының аумағынан 24 шетелдік шығарылды. Ел аумағынан шығару туралы сот шешімін орындамаған үшін 6 шетелдік қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Шетелдіктерді жұмысқа қабылдауға байланысты заңнаманы бұзған үшін Қазақстан Республикасының 55 азаматы жауапкершілікке тартылды. Заңсыз келуші 2015 жедел алдын алу шарасының екінші кезеңі барысында елімізге келу ережелерін бұзған шетелдіктерге қатысты 805 факті тіркелді. Лаура Тәлепова ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.